Нұрлы жерге қатысайық ағайын, сіз алатын пәтеріңіз тұрдайын. Өзге жанның баспанасы үй болмас, өз үйіңе ақша жинап салымаш. Армысыздар, құрметті ардақты ағайын, қымбатты нұрсұлтандықтар. Біз Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің қызметкерлері, сүйікті ұлдарыңыз Рахимов Мақсат Серікұлы, Нұрлы жер бағдарламасы бойынша берілетін үйлерге кішігірім тағы да шолу жасауды жалғастырамыз. Ең бірінші кезекте бүгінгі таныстыратын үйлеріміз, яғни 1 маусымнан басталып берілетін үйлер лот 1, лот 2, лот 3 деп бөлінеді. Яғни 1, 2, 3 дегеніміз ол үйлер. Мысалы, қазір сол жағымызда қарайтын болсақ, бізде лот 1 орналасқан. Лот 1 9 этажды үй, 9 қабатты. Үйлердің биіктігі 2,7 метр. Одан кейін міне 10 жағымызда бізде лот 3 орналасқан. Лот 3 бізде 5 қабаттан тұрады. Әр қабаттың ұзындығы бұл жерде бағанағы өзге лоттардан айырмашылығы 2,5 метр болып саналады. Және де лот 2 тікелей. О жерде де лот 1-ге сәйкес, екеуі ұқсас құрамдас болып келеді. О жақта да қабаттардың биіктігі 2,7 метр болады. Ал достар, қазіргі таңда біз лот 1, яғни 9 қабаттан құралған үйдің 1-ші қабатындамыз. 1-ші қабатта 4 пәтер орналасқан. Тағы да бір айта кететін жайт, яғни көпшіліктеріңіз байқаулар мүмкін, сіздер әзіргі таңда үйдің маңында құрылыс жұмыстары жүргізіліп отыр. Сіздердің, яғни көптеген біздің салымшыларымыздың осында келе алмауының себептерінен біз осылай видео түсіруді жөн көрдік. Енді бір қабатта 4 пәтер орналасқан, яғни екі жағымызда 2 комнаталы пәтерлер, артымызда 1 комнаталы. Ендеше, яғни айта кетер жайт тағы да, бір ретте барлықтарыңыз сұраған едіңіздер, лифт бар ма, қалай деп. Бұл үйде, яғни лот 1-де міне лифт бар, 9-шы этажға дейін көтеріп аласыздар. Ал достар, рұқсат етсеңіздер, бәріміз қазір кіріп, 2 бөлмелі пәтерді көріп, ішін тамашалап қайтайық. Достар, Нұрлы жер бағдарламасы бойынша берілетін лот 1, 2 бөлмелі пәтерге сіздермен шолу жасайық. Басында атап өткендей, лот 1-де пәтерлердің биіктігі 2,7 метр. Ең бірінші бөлмесіне кіріп көрейік. Бұл жерде өзге бір үйлермен қарағанда бір айырмашылығы, жерінде ламинат төселінген екен. Жерінде ламинат, қабырғалардың бәрі толыққанды түзуленген, батарея орнатылған, пластик терезе, әйнек бәрі орнатылған, электр құрылғылары өздеріңіз байқасаңыздар бәрі жүргізілген. Яғни адам былайша айтқан кезде жаңа дайын пәтерге келіп тұра береді. Келесі бөлмелерін көрейік. Мынау жуынатын бөлмесінде, яғни ванна, раковина бәрі қойылған. Дәретхана дайын. Мынау сіздің екінші бөлмелеріңіз болады. Яғни бірінші бөлмеге ұқсас келеді. Жерінде ламинат, есіктері орнатылған, электр құрылғылары жүргізілген, қабырғалары түп-түзу. Мынау біздің ас бөлмеміз. Мен ойымша бәрі дайын. Өзіңіз келесізді, көшіп келіп, мына жерге кухонный гарнитурыңызды қоясыз да, осы жақта тұра бересіз. Кафель жасалынған, ламинат, электр құрылғылары жүргізілген. Арнайы сіздердің ас пештеріңіз үшін бөлек тоқ жүргізіліп қойған. Жалпы жаңадан бірден кіріп тұра бергенге барлық артықшылар, барлық жақсылықтар жасалған деп ойлаймын. Ары қарай енді қазіргі таңда 1 комнаталы пәтерге барайық. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша 1 маусымнан бастап берілетін Қаймұхамедханова және Шыңғыс Айтматов көшелерінің қиылысында орналасқан лот 1, лот 2, лот 3-ке біз кішігірім сіздерге шолу жасадық. Енді мүмкін сіздерде сұрақ туындап отқан шығар. Неге бұлар лот 1-де түсірді, ал лот 2 мен лот 3-те түсірмеді деп. Алдында біздің түсірген Нұрлы жер бойынша видеомызды өздеріңіз көретін болсаңыздар, яғни ол жерде барлық пәтерлердің ремонты бір-біріне ұқсас болып келеді. Бұл жерде де сондай. Ремонт бір-біріне ұқсас. Лот 1 мен лот 2-де жерінде ламинат, пәтердің биіктігі 2,7, ал лот 3-те жерінде линолеум, пәтердің биіктігі 2,5 метр. Нұрлы жер бағдарламасына кез келген біздің Тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне салымы бар адам, және де кезекте тұрған адам қатыса алады. Қалай заявка өтінім беру керек екенін білгілеріңіз келсе, біздің YouTube каналымызда арнайы түсірілген инструкция бар. Барлықтарыңыз баспаналы болыңыздар, біздің YouTube каналымызға тіркеліңіздер. Сәттілік!